Менің дауысым естіліп тұр деп ойлаймын сіздерге. Our topic is second conditional sentence. Екінші шартты сөйлем. Қазақ тілінде шартты сөйлем деген бар. Са, се, жалғау, жалған арқылы жасалынады. Аты затына сай, шарт орындалса іске асады деген секілді. Мысалы, егер мен ағылшын тілінен күніне 10 сөзде жаттайтын болсам, мен аптасына 70 сөз жаттаймын. Қараңыздар, егер деп басталып тұр қазақ тілінің өзінде. Егер 10 сөзде жаттайтын болсам, осы шарт орындалса деген секілді. Ағылшындарда да бар. Оларда төртеу. Zero conditional басталады. Zero conditional, first conditional, second conditional, and the third conditional. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз сіздермен second conditional. Шартты сөйлемнің екінші түрі. For example, if I live it closer to the cinema, I would go more often. Егер мен кинотеатрға жақын тұрсам, мен жиі барар едім. Екіншісіне қараңыздар. If I were a doctor or a policeman, I would help people. Егер мен дәрігер немесе полицейский болғанымда, мен адамдарға көмек берер едім. Бірақ мен, but I'm not a doctor or policeman. Just I imagine. Мен дәрігер немесе полиция қызметкері емеспін. Мен етіп жатырмын. Мен армандап тұрмын ғой, қиялдап тұрмын. The third. If I won a lot of money, I would buy a big house. Егер мен көп ақша ұтып алсам, мен үлкен үй сатып алар едім. Не айтасыздар? What can you say about these pictures, guys? And these examples. Қалай ойлайсыздар? Екінші шартты сөйлем не үшін қолданылады? So, we use the second conditional to imagine situations that are impossible or unreal. These situations can describe the present or future. We use the second conditional to give advice, make offers, or talk about unreal situations. Значит, қыздар, балалар, екінші шартты сөйлем ол мүмкін емес, немесе шындыққа жанаспайтын жағдаяттарды елестетсек, ойласақ, онда біз шартты сөйлемді қолданады екенбіз. Именно екінші шартты сөйлем. Бұл жағдаяттар қазіргі немесе болашақтағы жағдаятты сипаттай алады. Болсам деген секілді, жаңағыдай. Егер мен дәрігер болсам, мен адамдарға көмек берер едім деген секілді. Білесіздер, әр шақтың өзінің структурасы бар. If plus past simple plus would verb. Мынау бізде құрмалас сөйлем. Мынау бірінші жай сөйлем. Егер мен дәрігер болсам, бір жай сөйлем. Мен адамдарға көмек берер едім. Ол екінші жай сөйлем болып тұр. Осы екінші шартты сөйлемді талдап көрейік. Анализ жасайық. If clause бағыныңқы сөйлем. Придаточное предложение ой тиянақсыз. Ол егер деген сөзден басталады. If a condition existed. Егер сондай жағдай бар болса, кома, үтір. Қандай шақта қолданылған existed? Past simple, өйткені ed жалғанып тұр. Өйткені бізде формула солай деп тұр. Қараңыздар. Формула не деп тұр? Past simple болу керек деп тұр. If a condition existed, the result would be true. Результат дұрыс шығатын еді. Would-тің орнына тек would be емес,
would емес, оның орнына could, might деген секілді модаль етістіктері де қолданылады екен. Ал онда мысалға назар аударайық. Анжу, please, let's read this sentence. Мына сөйлемдерді оқи қойыңызшы. Мысалы, if I won the lottery, I would buy yacht. Егер мен лотерея сатып алсам, мен яхта алар едім деген секілді. Қараңызшы, ол шындыққа жанаспайтын нәрсе да. Мен дәл қазір болашаққа бір армандап тұр, қиялдап тұр да, қияли сөйлем болып тұр. Аха, Анжу? If I had a better salary, I could travel more. Yeah. Не дейді? Better salary. Не ол? Salary зарплата, айлық дейді. Значит, егер менде жақсырақ айлық болса, мен көбірек саяхаттар едім. Аха. Келесі. Қараңыздар. If I were you, I might wait before making a decision. Аха. Егер мен сенің орныңда болсам, мен шешім шығармас бұрын күтер едім. Бұл if I were мына жерде сипаттамасы тұр. Ол бейресми деп тұр. Біз білеміз ғой, he, she, иттен кейін was болатын. Бірақ бұл жерде не болып тұр? Were. Бұл бейформалды түрде. Және де мен сенің орныңда болсам деген мағынада қолданылады. Байқап тұрсаңыздар, бірінші бағыныңқы сөйлемнен кейін үтір болады екен, қараңыз. If I won the lottery, comma. If I had a better salary, comma. Бірақ мына жерде үтір болмайды. There is no comma. I would buy a yacht if I won the lottery. Егер бағасыңқы сөйлемнен басталса сөйлем, онда ортасында үтір болмайды екен, е, қыздар, балар. If I would have had have. Бұлай қойып көрейін. I'd travel more. Енді сіздердің таңдауларыңыз. Your option. Қараңыздар. Бізде if-тан кейін не болу керек еді? Past simple болу керек еді, е, балар? If-тан кейін ешқашан will немесе would деген сөздер қойылмайды екен if-тан кейін. Өйткені if ол бізде бағыныңқы сөйлем, ой тиянақсыз. Ал мына жерде келесі сөйлем уже мына I would дегеннің қысқартылған түрі тұр мына жерде. Еще аудармасы. Егер менде ақша болса, мен көбірек саяхаттар едім. Келесі. Анжу? Давайте, Жандос. A second. Сізде кішкене шум болып жатыр, Жандос. Зере, number 2. What would you do if you варианттары found, немесе find, немесе would find? Анжу, толық сөйлемді оқи қойыңыз. What would you do if you a lot of money in the street? And now, which option is correct? Found, find, немесе would find. Қайсы дұрыс? Found. Молодец, very good. Find'тың өткен шағы бізде found, yeah? What would you do? То есть, егер сен көп ақша көшеден тауып алсаң, сен не істер едің дейді. Okay, thank you. Next. A lot of health problems could be prevented if people versionдар eat, would eat, ate better. Which correct answer? Ate. Very good. Because eat'тің өткен шақтағы option'ы ол ate.
A lot of health problems. Көптеген денсаулыққа байланысты проблемалар шешілуі мүмкін егер адамдар дұрысырақ тамақтанса. Next. Оқи қойыңыз. If I had her number, but I don't have it. If I had her number, version I call, немесе I'd call, немесе call it. Call it. Call it, very good. Next, number 5. All kids would be happier if we in the country. Version live it, would live, немесе live. Leave it. Very good, yes. Our kids would be happier. Good. Next, number 6. If you lend me the money, you back before the end of the month. Осы жерде мен бір исключение айтқым келіп отыр. Қыздар, мына жерде шартты сөйлемнің екінші түрі емес. Бұл жерде бірінші түрі. Өйткені because in the close sentence бағаныңқы сөйлемде өткен шақ емес, осы шақ болып тұр. Осы шақ болып тұр. Егер сен маған ақша қарызға берсең, if you lend me some money, мен саған айдың соңында қайтарар едім. Енді қараңыз, would деген сөздің негізгі формасы қандай? Would қай көмекші етістіктің өткен шағы? Кім біледі, қыздар? Ол да W-дан басталады. Сіздерге бір не айтайын? Подсказка. Дұрыс айтасыз, молодец. Will. Міне мынау бірінші шартты сөйлем. Егер сен маған ақша бере тұрсаң, мен саған қайтарар едім. Ол іске асуы әбден мүмкін жағдай. Келесі. Next. If it didn't rain, I to work. Варианттары, опшындары always cycled, would always cycle, немесе I'll always cycle. Екіншісі болған. Yeah, of course, very good. If it didn't rain, егер жаңбыр жаумаса, мен жұмысқа әрдайым велосипедпен барар едім дейді. Next. I would get a big tattoo on my back if my parents me to do it. Version'dara allow, would allow, and allowed. Oh? Which one? Yes, allowed. Yeah, if my parents allowed me to do it. Next. I wouldn't drink that milk if I you. Version'dara was, немесе would be, немесе were. I was. Немесе бейформалды етістік қайсысы дедік жаңа? Именно сенің орныңда болсам деген. Қайсысы қолданылатын еді? Қай көмекші етістік? Yeah, were болар екен, yeah? Next. You wouldn't have so many accidents if you drive. Would drive, немесе drove. Drove, of course. Drive'тың өткен шағы drove. And now time to check. Ал енді тексер көрейік, балалар. Біз қазір second conditional sentence'қа тапсырма жасадық. Perfect. 9 correct answers out of 10. Так, 10-нан 9 дұрыс, 1 mistake. Ал қандай қате жібердік?
көрейік. Мына жерден, иә? One mistake. Қараңыз, мынау бізде if clause ғой, бағыныңқы сөйлем. Ал мына жерде басыңқы сөйлем. Не болу керек еді, қыздар? I would call болу керек еді, иә? Молодцы, well done, good job.